Всем привет! Баршаңызға қайырлы кеш. Қалайсыздар? Мен деген енді зона комфортаға кіріп кеттім. Бір рет история салмасаң, мүлдем салуға желанием болмай кетеді негізі. Солай историяға шықпай жүрмін. Бәрі жазып кетіпті, енді әсем история салып тұрсаңызшы деп. Біз қазір ғана Жайдарманнан келдік. Мен деген вообще өмірімде бір рет болсын Жайдарманға барып көрмегем. Бүгін бірінші рет бардым. Күшті, прям қызық болды. Енді барып тұратын болам алдағы уақыттарда. Күшті екен негізі, телевизордан, телефоннан қарағанда живой барып көрген. Сол қазір үйге келіп, осылай күйеуіме шайға десерт жасаймын деп жатырмын. Тиктоктан көріп қалғам. Осы десертті жасап көрсету үшін историяға шығып жатырмын десем бе. Осындай сгущенка, сметана и осындай печенька қосып. Қай результатын салатын болам. Сөйтіп күйеуіммен шай ішеміз. Мен бетіме чистка жасатқан болатынмын кеше. Қызарып тұрған іздердің барлығы сол чисткадан кейін 4-5 күннен кейін бұның барлығы кетіп қалады, түкте емес. Мына жақта менің маңдайымда закрытый комедоны көп болды, соның барлығын тазалады. Сосын мұрнымның үстінде черный точкалардың барлығын тазалап, қазір енді бетімнің состояниесі осындай болып тұр. Бірақ қараңыздар, мұрнымның үсті деген кәдімгідей жылтырап, бетім әдемі болып қалған. Барлығы кетіп қалғаннан кейін толық результатты көрсететін болам. Қалай болды бетім, сол кімге жасаттым деген сияқты. Пока что енді результатты күтеміз. Қараңыздар, осындай десерт жасадым. Андай балаларға қонақ келгенде столға жасап қойсаңыздар, эстетично күшті ыдысқа. Күшті екен мынау. Мына печенье енді кішкене қатты печенье. Бұның орнына андай жұқа төртбұрыш печеньелер болады. Сонда қойсаңыздар болады, мен ондай таппадым. Енді наны жеп көреміз қазір. Күйеуім ұйқыдан тұрсын, сосын шай ішетін боламыз. Фотосындай, короче. Осылай шықты десертім. Қалай сіздерге? Мен тырнақты айтсаңыздар, тырнақта нет болды, саусақта нет болды. Ауыстыру керек. Таиландқа кетіп бартқан жасқам Алматыда бір салонға грубо етіп жасап берді. И цветін тоже андай. Не сары емес, не ақ емес қылып. Ақтөбеден енді жақсы мастер табу керек маған. Күшті жасайтын мастерлерді білсеңіздер, аккаунтын жіберіңіздерші. Мынаны ауыстыру керек, а то болмайды. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Алдында сіздерге бір жақсы жаңалық бар деп айтқан болатынмын. Кәдімгідей қуанып тұрмын. Мен осындай керемет офис алдым. Неге дейсіздер? Неге? Бисмилля деп оң аяқпен кіреміз. Мынау менің офисім. Как говорится, упучук баяғыдай бойдақ емес, қаңғыбас емес, серьезно уже жұмыс істеп, бастайын деп жатыр. Как говорится, семья бар. Неге? Іш осындай. Және братан бар, менің бастығым. Қалада жүрген блогерлер, жағы КВНчиктер бірге жұмыс істейін дейтін болсаңыздар, есік 24/7 ашық, қазір мекен-жай жазып кетем. Сценарий жазамын дейтін КВНчиктер болса, бос жүрген қалада келіңіздер, күтеміз. Жақсы күшті туынды проекттер шығады деген ойдамыз. Иә. Пока қаладамын 2-3 ай ма, 4-5 ай ма. В общем, Ақтөбе до конца.
Алейкумассалам. О, бізде бірінші алғашқы қонақ. Қайда аржақта не бар, шашатын бар ма аяқта да? Бар болса шашай бер. Мә, жинап алайық. Машалла, красавчик. Тамақ алып келатыр, қарынды ашып қалған шығар деп. Донер алып келатыр. Сразу білем. Мара Донер. Şattaba